Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Бізде бүгін көптен бері күткен көпшілік қыз келіншектердің сұранысы бойынша біздің қонағымыз Жанна Аманова. Жанна ханым бізде жақында Америкадан келген. Америкада болғанның өзінде осы біз Қыздарша подкасты ашқаннан бері бізде тізімде тұрған ең бірінші қонақтарымыздың бірі. Көптен күткен. Рахмет. Жанна ханым, өзіңіз туралы айтып жіберсеңіз. Мен қазіргі таңда декретный отпускта отырмын. 4-ші баламды босанып, Америкадан келгеннен кейін қазір демалыстамын. Демалыста жүргеніме бір 6-7 ай болды. Өткен қазір 7 ай болды. Одан бөлек біздің Қызылорда Қорқыт ата университетіне 0.25 ставкамен мұғалім болып жұмысқа тұрдым. Себебі болашақ бағдарламасы бойынша оқып келдім, Америкаға барып. Енді отработка өту керек. Сол отработка бойынша сабақ беріп, студенттермен жұмыс жасап жатырмын. Болашақ бағдарламасымен Америкада магистратура оқыдыңыз, иә? Карантин кезінде сондай ой келді. Не істеймін деген, ары қарай қалай өсемін, қалай шетелге барып мен білім аламын деген сияқты сұрақ келді. Негізі көп ой келді карантин кезінде. Сөйтіп IELTS-қа дайындалып, болашаққа дайындалып, сол мемлекеттік басқару және менеджмент бағдарламасына өзім сол дайындалып түстім Америкаға. Калифорния штатына, Лос-Анджелес қаласы, университет Южной Калифорния деген жақсы университет бар. Соған түсіп, сол жаққа кетіп қалдым бала-шағаммен. Жолдасыңызбен? Бала-шағаммен, жолдасымен, отбасымызбен сол жаққа барып 2 жыл тұрдық. Кеше желтоқсанның 16-сына қайтып келдік елге. Барған кезде, алғашқы Америкаға барған кезде Қызылордада өскен, Қызылордада босанып, мысалы балалы болып атсыз, жұмыс жасадыңыз. Енді Америкаға барғаннан кейін басқаша менталитетке барғанда қиындық болды ма? Әлде қызығы көп болды ма? Негізі менталитетке байланысты емес. Негізі ең бірінші жаңа ел, жаңа ұлт, жаңа орта, университет, академиялық орта. Негізі ең бірінші ол стресс. Себебі ондай өзгеріске біз дайын емеспіз. Ең бірінші біз мынандай бір ойлайтынымыз, қазір көремін, қызық жерге барамын деген сияқты. Бірақ ең бірінші ол балдарды мектепке орналастыру, университетке орналасу, детский садқа орналастыру, жұмысқа тұру деген сияқты сұрақтар пайда болады. Сонымен қатар медицинская страховка, транспортные деген вопросы, организационные вопросы деген сияқты сондай вопростарды шешем деп сол стрессқа ұшыраймыз бірінші. Енді ол 3-4 ай, примерно 3-4 ай стресс болады. Одан кейін енді үйрендік, одан кейін енді академиялық өмір басталды. Қаншама елден келген студенттермен таныстық, қаншама елден келген профессорлармен танысып, сол академический өміріміз басталды. Енді өте қызық, көп нәрсе үйрендік, көп нәрсе оқыдық. Сол енді алған білімді осы Қазақстанға келіп, елге қызмет етуге сол дайындалдым. Енді бірден декретный отпускқа шығып кеттім да. Содан енді көптеген өзгерістер болып жатыр, жоспарлар бар. Әзірше енді Қызылордадамын. Енді декретті де сізге Алла тағала өзі перезагрузкаға, қайттан іске қосылуға өзі бір әдемі уақытты беріп тұрған шығар деп ойлаймын. Қорқыт атаға дейін сіз бұрын ең жұмыс табалдырығыңызды қай жерден бастадыңыз? Негізі мамандығымнан бастайын. Ең бірінші мен мамандығым аудармашы, переводчик английского языка. Біздің Қорқыт ата университетін үздік дипломмен бітірдім. Сол кездегі арманым біздің мұнай компаниясына жұмысқа тұру, Петроказахстанға. Содан қайта интервьюға қатысып, сол жерге жұмысқа орналастым. Месторождениеға бардым, аудармашы болдым, технический переводчик болдым. Одан басқа отделге маман болып ауыстым. Енді 2013 жылы мен босандым. Сол кезде декретке шыққанда өзіме сұрақ қойдым. Мен енді немен айналысам, декретте немен айналысам, өз-өзімді іздедім. Ол кезде онлайн обучение деген жоқ. Ол кезде ешқандай интернет технологиялар қазіргідей дамымаған, әлеуметтік желілер ондай дамымаған ол кезде. 2013 енді
орташа деңгейде деп айтуға болады. Сол кезде Ресейге барып, Санкт-Петербург қаласына, Москваға барып оқыдым. Оқығанда сол жерге барып мен бизнес-тренер боламын деген шешім қабылдадым. Бизнес-тренер боламын деп. Одан балам 1 жасқа келген кезде Европаға, Будапешт қаласына мен барып стипендия ұтып алдым. Ол стажировка, 3 айлық стажировка. Бизнес-школа, CEU деген бизнес-школа бар, сол жаққа барып мен стажировка өттім. Сөйтіп стажировкадан келгеннен кейін мен сол кәсіпкерлік саласына кеттім. Өзімнің бизнесімді бастаймын деген ой келді. Өзімнің оқу орталығымды аштым, ABC Kids деген оқу орталығын аштым. Одан франшиза сатып алдым, Mortimer English Club деген. Франшиза бойынша бизнес жасадым. Көптеген әйелдермен танысып, оларға бизнесті қалай бастау керектігін үйреттім. Одан Атамекен ұлттық кәсіпкер палатасына барып бизнес-тренер болдым. Маған өте қатты ұнады, себебі ол жерде мен өзімнің біліммен бөлістім. Біраз сол маркетинг саласында, SMM саласында, негізі кәсіпкерлік саласында істеп жүрген мамандармен таныстым. Содан енді SMM бойынша көп жоба жасадық біз. Іскер әйелдер кеңесінің төрайымы болдым. Біраз қалалардың мен деген іскер әйелдермен таныстым. Көптеген жобаларды Қызылорда облысында жасадық, өзің білесің. Біраз жобаға өзің қатыстың. Сол сияқты біраз адамдарға жол көрсеттім. Енді бір кезең болады ғой, әрі қарай мен не істеймін деген. Әрі қарай осылай сол салада жүремін бе, әлде басқа салаға барам ба деген сияқты. Негізі мен көп салаға қызығушылығым бар. Бір салаға жаңағыдай қадалып мен тоқтап қалмаймын. Ізденісте жүретін адаммын. Сол енді кәсіпкерліктен басқа қандай сала бар? Енді білім саласы, ол мен үшін ол өмірлік сала. Әрдайым мен сол білім саласында жүрем ғой, енді болсын, қыз-келіншектер болсын, жас балдар болсын. Бір осындай бір ой келді. Енді әр адамның қолынан бизнес келе бермейді. Біз бәріне айтамыз сонда әйелдерге, бизнес ашыңдар, бизнес жасаңдар деген көп сондай рекомендация береміз, сондай кеңес береміз. Бірақ сондай бір тәжірибе бар менде. Кейбір әйелдердің қолынан келмейді ол. Ол әйелдер қайда барады? Ол әйелдерге қалай көмектесемін деген сияқты сондай сұрақтар болды. Негізі сол сұрақтар маған негізі ұйқы бермеді десе де болады. Сонымен енді самопознание, саморазвитие деген тақырып сияқты сол салаға барып, енді психологияны да оқыдым, психотерапияны да оқыдым. Әйтеуір енді сол негізі өз-өзіме салған инвестицияларды санасам, біраз инвестиция жасадым. Онымен бірақ біздің Қызылорда қаласы білім жаңағы саласы көптеген өзгерістерді қажет етеді. Жанна ханым, бізде Қызылордада ағылшын тілі орталықтары ең алғашқы ашқандардың бірісі. Оған дейін енді шағын нелер болды. Осыдан 10 жыл бұрын, 10 шақты жыл бұрын сол Атамекен палатасында алғашқы семинарыңыздың қатысушыларының бірімін. Сол кезде мен сияқты көптеген қыз-келіншектерге күшті ой салдыңыз. Біздің Қызылордада үлкен әйел қауымдастықтарының, әйел кәсіпкерлігінің бастамасы ретінде, қолдаушысы ретінде сізді білеміз, көптеген қыз-келіншектерге себепші болдыңыз, кәсіпкер болуға. Сол кезде менің есімде қалған франшиза деген сөздің, терминнің нені білдіреді деп үйден Гуглдан қарауымның себепшісі сіз. Франшиза туралы біз бір семинар, мастер-классқа қатысқанбыз. Сол кезде франшиза ретінде Mortimerді аштым дедіңіз. Mortimer оқу орталығы туралы айтып бере аласыз ба? Енді біздің Қызылорда облысында ағылшын орталықтары аз болды ол кездерде. Сұраныс көп болды. Ол кезде енді біздің мектептерде 2-ші сыныптан бастап ағылшын тілін үйрете бастады. Көп балдар қиналды, ата-аналар, сондай сұраныс көп болды. Енді өзім біріншіден менің мамандығым ғой, ең бірінші мамандығым. Мен енді сол саланы өзім түсінетін болғасын, өзім ол саланы жақсы білетін болғасын, мен сондай мұғалімдерді іздей бастадым. Біздің негізі Қызылорда облысында жақсы мұғалімдер ол кезде аз болды. Себебі неге? Біз енді университетте жақсы мұғалімдер бар, олар жақсы үйретеді. Бірақ біздің проблемамыз регионда сол мамандықты дұрыс таңдамайтын студенттер бар, Енді олар мысалы
ағылшын тіл маманы боламын деп ойламайды. Негізі амал жоқ, балдар төмен болады, сондай неге таңдайды. Әрі қарай кім боласың дегенде ол сұраққа жауап бере алмайды. Сол себептен мамандар дайындау деңгейі төмендеу болды ол кезде. Себебі мен дұрыс мұғалім таба алмадым да. Бір жағынан сұраныс та ондай. Негізі сұраныс бар, бірақ мұғалім деңгейлері енді шамалы енді төмендеу болды, иә. Өзім қараймын, өзім жаңағы тесттен өткіземін. Сосын сондай ой келді, мен бұл мұғалімдерді үйретейін, жақсы деңгейге көтерейін, сосын оларды дайындап болғаннан кейін сондай орталық ашайын деген. Сол оймен сол франшиза іздей бастадым. Сол кезде сол Mortimer English Club деген франшизаны таптым. Алматыға барып, сол франшизаның несімен, представительдермен таныстым. Өзім сол оқуынан өтіп, өзіммен 3-4 мұғалімдерді алып кеттім. Сол жаққа оқытып алып келдім Қызылордаға. Сөйтіп франшизаны сатып алғаннан кейін осы жерде аштық біз. Бұның ерекшелігі ағылшын тілін кішкентай 5 жасардан бастап ойнап үйретеді. Иә, ойын түрде үйретеді екен. Оған қызығушылық білдірген көп ата-аналар болды. Аштым, дамыттым, бірақ одан кейін мен декретке тағы да шықтым. Декреттің кезінде өзімнің жаңағы жұмыс жасап жүрген қыздар болды. Енді өзің бизнесте болмағасын, бизнес шамалы уже дұрыс жүрмей қалады. Оның ішінде жүру керек операционкада. Сол кезде бір осындай бір не келді маған, осознание деп айтсақ болады. Мен сол операционкада жүргенді ұнатпаймын. Маған сол стратегический сұрақтарды, стратегиялық даму жағынан ойлаған көбірек ұнайды. Ал операционкаға маған жақсы бір сенімді адам керек болды. Содан кейін сондай сенімді адамды тауып, партнерді тауып, сол бизнесті сол партнерыма тапсырдым. Әрі қарай онлайн бизнеске көштім. Ол кезде енді онлайн бизнес дегенде ол енді жаңағы курс, тренинг деген сияқты сол кезде бір тренд болды ғой. Сол кезде біраз курсты жасап, біраз тренингтерді жасап, қыз-келіншектерге бүкіл Қазақстан бойынша іскер әйелдер кеңесінің басшылығымен біз сол қыз-келіншектерді үйреттік. Бизнесті қалай бастау керек, SMM болды. Сонда ағылшын тіліне ешқандай қатысы жоқ. Ол негізі кәсіпкерлікке байланысты болды. Сол кәсіпкер әйелдердің Қызылордадағы іскер әйелдер қауымдастығының негізін қалаушысы, бірінші. Сол кезде жаңағы Mortimerдің бір ата-аналардың бірі біз тұғымыз, бірнеше балаларымызды апарғанбыз сол жерге. B-бренд есіңізде ғой енді. B-бренд жаңа айтып жатқаныңыз бәрі сол B-брендқа байланысты шығар деп жатырмын. B-брендті қазір айтса бірден сізді айтады. Осы Қызылордада көптеген қыз-келіншектер біледі. B-бренд Жанна десе бірден B-бренд деспа деп айтады. Сол туралы айтып бересіз ба? Иә. Сол B-бренд деген жобаны мен сол декретке шыққаннан кейін, сол Mortimerді партнерға тапсырғаннан кейін, сондай маған идея келді. Негізі идея көп келеді маған. Брендім деп, иә. Бренд Пол деген жобаны мен жасап, қыз-келіншектерді шақырдым. Ең бірінші поток болды. Өте керемет жоба еді. Екінші, үшінші, төртінші көп поток қыздарды шығардым. Көп қыз-келіншектермен таныстым. Жақсы нәтиже болды. Көптеген әйелдер, қыз-келіншектер бизнестерін ашты, ары қарай өздерін дамытты. Негізі ол жоба өте маған бір қатты әсер етті менің негізі өміріме. Сол жағынан енді пиар, медиа деген саласында маған бір білім керек деген шешім қабылдадым да. Сол Америкаға барған кезде сол негізі сол бағдарламаны мен іздедім. Дәл осы салаға келуіңізге себепші болған B-бренд жобасы. Енді переводчик болсын, ағылшын тілі болсын, олар басқаша сала болғаннан кейін пиар медиада басында қиындықтар болды ма? Меңгерген кезіңізде? Негізі пиар медиада менде ешқандай қиыншылық болған жоқ, себебі мен суретке түсіргенді ұнатамын, және өзім де постоянно фотосессияға қатысам, видеоны да өзім жасаймын. Инстаграмды бұрыннан жүргіземін. Оны анау 2018-ден бастап жүргіземін, өзім жүргіземін. Және басқа SMM мамандармен де жұмыс қанша жасадым. Ол сала маған өте қатты ұнайды, маған ешқандай қиыншылық тудырған жоқ. Спонтанно, аутентично деп айтады ғой, сол, естественным образом это получается. Енді бұл салада негізі сол сахнада жүресің, микрофон ұстап,
фотографтармен, видеографтармен постоянно жұмыс жасайсың. Наоборот, маған қызығушылық көп пайда болды да. Мынау қандай камера, қандай телефонға түсіреді, қандай программамен қолданады деген сияқты. Осы қызығушылықтың арқасында сол Америкаға барғанда университетке мен медиа отделге жұмысқа тұрдым. Сол медиа отделде мен біраз нәрсе үйрендім. Ол маған жақсы тәжірибе болды. Және де екінші, сол мамандығымның екінші бағыты ол пиар және медиа. Сол бойынша мен қазір университетте сол медиа отделде жұмыс жасап жатырмын. Біздің университетті әрі қарай жылжыту, халықаралық деңгейде көтеру деген сияқты сұрақтарға өз үлесімді қосып жүрмін. Керемет. Жобаларыңыз іске асып, оң нәтижелі болсын деп тілеймін. Менде тағы бір сұрақ. Мысалға, осы университетке келген кезде декреттен келіп тұрсыз, Америкадан келіп тұрсыз. Қызылордаға 2 жылдан кейін, Америкадан 2 жылдан кейін келіп. 2 жыл оқыдым. Сол кезде кішкентай бөпеңізбен қалай үлгердіңіз, қалай жұмыс жасауға қиын болған жоқ па? Америкада жүрген кезде енді 3 баламен, жолдасыммен бардым ғой ол жаққа. Жақсы жері бірден мен оларды детский садқа, мектепке бірден орналастырдым. Енді бірден емес, 1-2 ай жүріп, прививкасын салдырдық, документтерін дайындадық. Одан кейін енді сол жаққа енді оқуға арнайы барып тұрғасын, барлығын енді қарастырып бардық қой, барлық моменттерді қарастырғаннан кейін ондай қиыншылық тудырған жоқ. Осы жақта ше, босанғаннан кейін? Осы жақта енді біз Америкадан Қазақстанға почти 25 сағат ұшып келдік. 6 ай жаңағы 2 қабатпен 6 ай сондай срокта келдім. Денсаулығыма қатты әсер етті. Содан сондай бір период болды шамалы стресс, шамалы депрессия десе де болады. Себебі ол басқа елден келгеннен кейін ауылда 2 жыл болған жоқпын. Жаңағы послеродовое состояние дейді ғой. Негізі жастау кезімде тез жиналам да. Бұл енді жасымның жаңағы несі бар. 4-ші бөпем, 24 сағат географияны ауыстыру бар. Енді ұзақ ұшу жаңағы несі себеп болды. Одан енді 2 жыл сыртта жүргесін адаптация болды. Одан возраст бар. Оның барлығы оңай болған жоқ. Әлде де сол жиналамай жүрмін өзімді. Қазір кім көмектеседі бөпемен? Үйде көмекшім бар. Өзімнің мамам бар. Құдайға шүкір көмектесіп жатыр. Жолдасым да көмектеседі. Үлкен балдарым да шамалы өсіп қалды. Бірақ сонда да енді қазір енді баяғыдай ондай жүгіре бермеймін. Жобаларды жасаймын, үйтем, бүйтем деген сияқты баяғыда достигатор едік қой енді. Осыны жасаймын. Мына жақта жаңағы отбасың бар, бытовой вопростар бар. Бәрін қойып жұмысқа жүгіретін едік қой. Қазір шамалы басылдық, себебі басқаша құндылықтар басқаша болды, басқаша приоритеттер бар, басқаша жобалар, ойлар бар. Соның бәрін ойлайсың. Уақытың енді барлығын реттеп, осы қандай жобаға өз уақытымды мен бөлгім келеді деген сияқты сұрақты қойып, уже жобаларды уже таңдайсың. Барлығын саналы түрде келем десеңші. Önce денсаулығың, ресурстарың, сосын жаңағы бала шағаның жаңағы несі бар. Солар приоритетте. Сол. Ойлаймын енді жас келіншектер көп қой, соларға жол беру керек деп ойлаймын. Олар да жұмыс жасасын, олар да активный болсын, өз-өздерін көрсетсін, би-бренд болсын дегенде, брендтерін дамытсын дегенде. Тағы да қауымдастық құрып, ондай ойыңызда жоқ па? Қызылордада или бұрынғы қауымдастықты жалғастыру деген сияқты. Осы сұрақ маған жиі қояды. Негізі осы Қызылорда облысында көптеген қауымдастық енді ашылды ғой. Солардың ашылуына себепкер болдым. Жақында келгенде маған осы Қызылорда облысының біздің Қорқыт Ата университетінің қауымдастығының төрайымы болып тағайындалдым. Сол Қызылорда университетінің түлектерінің несі бар, ассоциациясы бар. Соны басшы болуға ұсыныс берді. Құжаттарын алдым, біраз ойландым, 3-4 ай ойландым. Мен бұл қауымдастықпен қандай жұмыс жасасам болады екен,
қандай жобаны жасауға болады екен деген сияқты Не өз өзіме сұрақ қойдым. Себебі ол маған қызық болу керек. Кез келген жобаны мен жасамаймын. Біздің қалаға ол бір жаңалық болу керек, және де адамның өміріне әсер ету керек деген сияқты. Енді қазіргі тренд білесіздер, ол жасанды интеллект. Жасанды интеллект бойынша жоба жасағым келді. Одан бөлек білім саласында жүргесін, енді сол қалай біздің студенттердің жаңағы деңгейін көтеріп, халықаралық деңгейде көрсете аламыз. Қалай оларды шетелге жіберуге болады деген сияқты сұрақтар келді маған. Сол бойынша біраз жоба жасадым. Бірақ шешім қабылдауға бір 3-4 күн қалғанда мен өз өзімді тоқтаттым. Ойлаймын, бұл енді қоғамдық жұмыс. Қоғамдық жұмыста негізі сол көптеген бізде жастар бар ғой, сол жұмысқа негізі дайындалып жүрген, жұмыс жасаймын деген, соларға жол беру керек деген бір ой келді маған. Себебі мен қазір өзімнің ресурстарыма қарасам, енді уақытым, кішкентай бөпелерім дегендей, және олардың болашағы. Мен қай жерге өзімнің жаңағы вниманиямды жіберуім керек, балдарымды дамытуым керекпін ба, әлде қайтадан қауымдастықты дамытам ба деген сияқты өзіме сұрақ қойдым. Содан бойланып, мен сондай кеше ғана шешім қабылдап отказ бердім. Мен кеше ғана сол шешімді қабылдап, сондай бір ой келді маған. Бұл қауымдастықты мен жаңадан осы жұмысты жасайым деген жас мамандарға жол көрсетіп, өзім ары қарай өзімнің балдарымның дамыту сұрақтармен айналысайын. Және де қазір енді мен декретный отпускта отырғасын, енді 7 айлық балам совсем кішкентай. Ол жұмысты кішкентай бөпеме көңіл бөлейін деген сияқты ой келді да. Бұл қауымдастықты мен тапсырдым кеше. Сол. Мына кішкентайым деп жатсыз ғой, кішкентай қызыңыз, 3 жылдан кейін қызды болдыңыз. Бауы берік болсын. Сол қызыңыз қалай? Әпті ма, кімге ұқсайды? Негізі сол Америкада жүргенде 2 қабат екенімді білгенде, ең бірінші енді сондай сезім болды, қорықтым. 4-ші операция болады. Осы жерде Америкада жүріп босансам ба, әлде елге барып босанам ба деген сияқты сондай бір сұрақтар болды. Қалай ұшам, 24 сағат ұшу керек деген сияқты қорқыныш болды. Бірақ Аллаға шүкір, аман есен осы елге оралып босандым. Шамалы ертерек босандым енді 35-ші аптада. Содан шамалы стресс болдым. Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Қазір көпем 7 ай болды. Атын Инаят деп жолдасым қойды. Өте тәтті. Сол кішкентай қызыммен көп уақыт өткізгім келеді. Негізі құндылықтар өзгерді. Көптеген көзқарас, жаңадан көзқарас пайда болды дегенде. Енді сол қыз бала өзі сондай болады. Қазір енді бірінші приоритет отбасым, кішкентай балдарым, олардың болашағы, олардың дамуы, алға қарай қалай жаңағы оларды дамытам деген сияқты. Қазір құндылықтардың ең бастысы отбасым болды десеңізші. Ал жалпы осылай даму үстінде жүрген, немесе ізденіс үстінде жүрген қыз-келіншектерге қандай кеңес бересіз? Ең маңызды кеңес деп айтсам болады, ол ізденістен іздену керек, тоқтамау керек. Қазір енді жаңалықтар тез келіп, тез өзгереді. Көп трендтер келіп жатыр. Жасанды интеллект келгелі бері ол 10 есе тез өзгерістер болып жатыр. Сондықтан сол өзгерістерге дайын болу керек. Әрқашанда тоқтамау керек өз дамуынан. Саморазвитие дейміз ғой, саморазвитие, самопознание дегенде өз өзіңді танысаң, әлемді де танисың, және де өзіңнің потенциалыңды дамуын жолын табасың. Өйткені ізденбесең, сол бір деңгейде қалып қоясың. Себебі көп адамдармен танысып, көп адаммен нетворкинг жасап, бір адам ішінде сол бір себеп болады өзге. Жеткен жетістіктеріңіздің қысқаша тарихын бір сөзбен қалай жеткізе аласыз? Қысқаша сөзбен айтсақ, ол ағылшынша life learning дейді ғой. Life learning дегеніміз, это орысша айтқанда век живи, век учись, постоянное саморазвитие, бесконечное саморазвитие.
тоқтамас даму, иә, тоқтамас даму. Қазір декретте отырсам да, қазір мен осы таңда жасанды интеллектті қазір соны өзім оқып жатырмын. Барлық қандай жаңа нелер бар, жобалар бар, сол жасанды интеллект айналасында, иә. Айсана деген қазір бағдарламалар бар. Сол президенттің үкімімен шыққан қаншама, иә, бағыттар шығып жатыр, иә. Сол трендтен қалмау керек. Мен декретте отырсам да, сол жасанды интеллекттің негіздерінен бастап, ары қарай терең білуге сол ықпал жасап жатыр. Негізі ол қазіргі заманның ең бірінші несі, инструмент, иә. Болашақта енді жасанды интеллектпен бір жоба жасағыңыз келе ма? Сондай ой бар ма? Медиаға байланысты мүмкін, иә? Иә, жасанды интеллект, білім саласындағы жасанды интеллект қандай әсер етеді, және сол жасанды интеллекттің арқасында қандай технологиялар біздің білім саласына қолдануға болады деген сияқты сол жасанды интеллектке байланысты жоба жасағым келіп жатыр. Оны әзірше айтпай ақ қояйын, себебі ол қазір өзінің несіне жетсін, алдын ала айтпай ақ қояйын. Өзіне, иә. Сол кезде мен жариялаймын. Қыздар шақырамын. Иә. Сол көп қыздар сіздің шақыруыңызды күтіп отыр деп ойлаймын мен. Өйткені осы жерге кімді шақырсақ болады, кім бізге қандай кәсіпкер немесе көшбасшы әйелдерден кімді білесіздер, кім шақырайық дегенде ең бірінші жазылған сол сіздің есіміңіз. Өте қуаныштымын келгеніңізге, көп рахмет, Алла разы болсын. Жасап жатқан еңбегіңіз жемісті болсын. Аумин. Күшті болды, рахмет көп. Сізге рахмет.